Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен экранда Шерзат Абдуллаев. Бүгінгі сіздермен сөйлесетін тақырып бұл қазір 80-85% адамның актуальный проблемасы туралы болады. Ол актуальный проблема өз-өзін түзей алмау. Яғни психологически адамдар қазір өте үлкен қатты стрессте жүрді. Қатты стрессте. Ол біріншіден кризис, ол ақшалай қысым біріншіден. Екіншіден ол денсаулық жағынан. Потому что дені сау адам, ол әрине ойы да сау болады оның. Ол жақсы нәрселерді ойлайды и жақсы идеялармен, пландармен жұмыс жасайды. Ал когда сіздің уже денсаулығыңыз нашар и стресс сізде, ақша қысым, и сіз ешқашан жақсы идеяларды құра алмайсыз да. Вот осы нәрсені қалыптастыру үшін бірінші орында біз не істеуіміз керек? Бірінші орында біз өзіміздің миымызға сигнал береміз. Яғни қалайша мен өзімді түзей аламын. Бүгін таңда өзіңізді түзей алмасаңыз, одан ешқандай толық жоқ. Ешқандай толық. Мына өмірде бір нәрсеге қол жеткізем, бір жақсы нәтижеге шығам, бір қандай да өмірімде өзгеріс кіртем, одан мүлдем үміттенбей ақ қойсаңыз болады. Егер де сізді өзіңізді өзгертуге деген нақты мақсат болмаса. Қазір адамдарда сол нәрсе проблема. Өзін өзгертуге деген мүлдем көзқарасын дұрыстамаған. Мүлдем. Барлық нәрсені біз әрқашанда айналамыздан іздейміз да, бірақ та ең үлкен проблема ол жеке тікелей өзімізге келіп тақалады, тіреледі былайша айтқанда. Яғни өзімізде проблема. Бүгін таңда сіздің деніңіз сау болмауы, бүгін таңда сіздің ақша таппауыңыз, бүгін таңда сіздің өміріңіздің ешқандай мәні болмауы, бүгін таңда ешқандай сіздің елдерге көмек бере алмауыңыз, оның барлығы тікелей өзіңізге байланысты. Потому что сіз психологически өзіңізді сол нәрсеге қалыптастырып қойғансыз и әрқашанда денсаулығыңызға мән бермейсіз. Ешқашан денсаулығыңызға мән бермейсіз. Денсаулық, сіз ойлайсыз, тек қана ауырған кезде ғана біз дәрі ішеміз, ауырған кезде ғана қаралуымыз керек деп. Ол қате пікір. Ол қате пікір. Алла тағала мына өмірде байлық пен кедейлік жаратып қойды да. Бір нәрсені біз дұрыс түсінуіміз керек. Байлық пен кедейлік жаратып қойды Алла тағала. Алла тағала мына өмірде денсаулық пен ауруды жаратып қойды. Түсініп тұрсыз ба? Денсаулық пен ауруды, аурудың түрлерін жаратып қойды. Бірақ та ол ауруды каждый адамға Алла тағала өзі беріп жатқан жоқ. Түсініп тұрсыз ба? Өзі беріп жатқан жоқ. Адам оны өзі сұрап алып жатыр да. Алладан өзі сұрап, тапқан ақшасына сол ауруды шақырып жатыр да. Мысалы қараңыз, сіз айына примерно бір 200 мың теңге ақша табасыз дейік. 200 мың теңге. Енді мен сондай адамдарды білемін, күнделікте кола, дизи или болмаса горилла ішеді. Хотя бы соның өзіне есептейік та, хотя бы. Күнделікте мысалы 1 литр кола ішкеніңіздің өзінде, өзіңіз ойлаңыз, айына 30 литр кола ішесіз. 30 литр коланың ішінде қаншама қант бар екенін білесіз ба? Қаншама химический қоспалар бар екенін. Сіз оны зерттеп көрген жоқсыз, оны білмейсіз. Одан бөлек, мейлі ол денсаулығыңызға зиян келтіріп жатыр. Одан бөлек ай сайын 400 теңгеден, күніне 400 теңгеден бір колаға жұмсап отырсыз. Айына 12 мың теңге жай ғана бір колаға ақша құртып отырсыз. Өзіңіз ойлаңыз, 12 мың теңге. Ал 12 мың теңге сізге инвестиция болып жатқан жоқ ол. 12 мың теңге сізге ай сайын көбейіп жатқан жоқ. 12 мың теңгеге сіз наоборот өзіңіздің дамитын, яғни өзіңіздің алдыңызға мақсат қоя алатын миыңызды әлсіретіп жатырсыз да, 12 мың теңге ақшамен. Сол колаға кететін, яғни дизиге или гориллаға кететін ақшамен. Көрдіңіз ба? Сіз наоборот 2 есе, 3 есе өзіңізге зиян келтіретін жұмыстармен айналысып жүрсіз. Вот, енді мысалы сіздің сол кола ішуіңіз, ішпеуіңіз ол кімге байланысты деп ойлайсыз? Сол магазиннің иесіне ма, или болмаса коланы шығарып жатқан фирманың иесіне ма? Кімге, или Аллаға байланысты ма, ол кімге байланысты? Сол сұраққа жауап әрине ол өзіңіз. Өзіңізге байланысты. Егер сіз кола ішпеймін десеңіз, кім сізді мәжбүрлейді? Коланың компаниясының бастығы келіп сізге айта ма, мынаны ішпесең өлтірем деп? Айтпайды. Алла тағала айта ма, мынаны ішпесең сені өлтірем деп? Айтпайды. Магазиннің қожайыны айта ма сізге, мынаны алмасаң ішпесең өлтірем деп? Айтпайды. Сіз тек қана өзіңізден кінәні іздеп үйреніңіз. Бүгін таңда сіздің сол нәрсеге не дейді анандай? Қалай айтсам болады? Зависим дейміз ғой. Зависим, тәуелді, тәуелді болып қалуыңызға кім кінәлі? Өзіңіз әрине. Мысалы, біреу айтады, мен жалқаулықты қалай жеңсем болады дейді да. Мен айтамын да, жалқаулықты қалай алып келдің өзіңе? Қалай алып келдің? Қалай сенде жалқаулық пайда болды? Сен мысалы кішкентай уақытында
шаршамайтын едің. Ойнайсың, жүгіресің, төбелесесің, короче, таңнан кешке дейін вообще шаршамайтын едің. Жалқаулық екенін білмейтін едің. Жайлап ақырындап жыл өсе, ақырындап сенде жалқаулық пайда болды. Ол қалай болды, сен ойланып көр. Жалқаулық ол бірден келе салатын нәрсе емес. Мысалы, сен бүгін энергичный, шаршамайтын адам ертең жалқау бола салмайсың. Ол жалқаулық ақырындап әдетке айналады ол. Мысалы, бір күн бір тірлікті істемеймін деп кішкене жалқаулық таныттың, ничего. Екінші күн тағы, үшінші күн тағы солай, төртінші күн тағы солай. Бұл нәрсе саған қалыпты жағдайға айналады. Это привычка, это әдет. Жалқаулық бұл әдет болды. Енді сен жалқаулықты қалай солай ақырындап алып келдің ба, сол жалқаулықты ақырындап жеңесің енді. Ол бірден жеңе алмайсың оны. Бірден кетпейді ол жалқаулық. Ақырындап 2 ай өтеді, 3 ай өтеді, 1 жыл өтеді, ақырындап сенен жалқаулық кетеді. Түсініп ғой. Ал ол жалқаулықты кетіру үшін сенде бір мақсат болу керек. Үлкен сені орныңнан тұрғызатын, сенің артыңа бір теуетін, тұр орныңнан істе мынаны дейтін. Сондай бір мақсат болу керек сенде. Ал егер ондай мақсат болмаса, сен жалқаулықты уже жеңе алмайсың. Мүмкін емес, жеңе алмайсың. Осы жалқаулық бойынша өмірден өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан алдыңа үлкен мақсат қойып үйрену керек. Ал ол мақсат қою үшін адамның дені сау болу керек. Дені сау болғаннан кейін оған жақсы мақсаттар келе бастайды ойына, жақсы идеялар келе бастайды. Ол уже стресс, қорқыныш, страх деген нәрселер болмайды ода. Ол любой проблеманы, қиыншылықты жеңіп шыға алады. Ол өзіне сондай күш жеңе алады, энергия болады ол адамда. Соны отырсың ғой, қан айналымы дұрыс болады, мидың жұмысы реттеледі. Вот сол кезде ғана сен уже жалқаулықты жеңе аласың. Вот сол кезде ғана сен уже миыңды реттеп, сен нақты мақсат қоя аласың. Бүгінгі таңда сенің ең бастапқы, актуальный қазіргі таңда проблемаң, яғни алдыңа қойған үлкен мақсатың өзіңді өзгерту и миыңды соған қосып өзгерту болу керек. Вот қазіргі таңда 80-85% адамның актуальный проблемасы осы. Мен істей алмаймын, менің қолымнан келмейді, ойбай, мен ол істеген тірлікке қайда бізге ондай тірлік жасау, ойбай, мынаның алған үйі бізге арман, оны біз ала алмаймыз, мынаның мінген көлігін біз өмір бойы міне алмаймыз. Осындай оправдания, сылтаулар әрқашанда сені артқа шегіндіреді. Ал ол миға тікелей байланысты. Сен соны миыңда ойлап отырсың да, сондай болады деп. Көрдің бе? Вот, сондықтан ол нәрсені мидан шығару керек. Бүгінгі таңда сіздің осы қалыпта жүруіңіз, енді сіз деп сөйлеп жатырмын, ренжімеңіздер. Бүгінгі таңда сіздің осы қалыпта жүруіңіз, осы деңгейде жүруіңіз тікелей өзіңізге байланысты. Сіз ойламаңыз, оны Алла Тағала мен осылай істеді деп. Жоқ. Алла Тағала сізге тағдырға жазды. Мысалы, тірілетін күні, туылатын күніңізді, өлетін күніңізді, мысалы, ары қарай сізде таңдау. Мұсылман болып тіріліп, мұсылман болып бұл өмірге келіп, ары қарай христиан дінін таңдап кетіп жатқандар бар. Христиан болып келіп мына өмірге, ары қарай мұсылман, ислам дінін таңдап кетіп жатқан адамдар бар. Олар бәрі өзіне Алладан иман сұрады. Олар, түсініп отырсың ғой? Өзіне сұрады Алладан. И соған әрекетін дұрыстады. Мысалы, сіз қараңыз, Алладан, егер примерно айтайын, христиан болсаңыз, Алладан мұсылман болайын дегеніңізбен, бірақ әрекетіңіз оған сай болмаса, Құран үйренбесеңіз, намаз оқымасаңыз, зікір айтпасаңыз, сіз қалай мұсылман боласыз? Мұсылман болмайсыз ешқашан. Түсіндіңіз ғой? Тура сондай. Бүгінгі таңда сіздің денсаулығыңыз нашар болды ма, значит, ол жерде бірінші орында сізде проблема, сіз кінәлісіз оған. Демек, оны реттеуде сіздің орныңыз бірінші орында тұрады. Сондықтан әрқашанда бірінші орында адам өзіне мән беретін болса, өзінің минустарын іздеп таба алатын адам болса, ол адам міндетті түрде өмірін өзгерте алады и өзінің жағдайын өзгерте алады. Ал егер әрқашанда сылтауды біреуден іздеп, мысалы, сылтау іздейтін адамдар бар ғой, ақиқат болып тұрса да, олар өзіне бір пайдалы жағын табу мақсатында қандай да бір сылтау іздеп табады. Түсініп тұрсыз ғой? Егер ақиқатты айтып, ақиқатты біліп тұрған адам болса да ол, бірақ ол ақиқат оған ұнамай тұр, ол өзіне ұнайтын жағын дұрыстап сылтау айта алады. Сондай адамдар өте көп қазір. Мен ондай адамдар өте көп кездестіріп жатырмын қазіргі таңда. Сондықтан ондай адамдар қатарынан болмаңыз. Сылтау мүлдем іздемеңіз. Сылтаумен сіздің өміріңіз өзгермейді. Сылтаумен сіз ешқашан бай болмайсыз. Сылтаумен сіз ешқашан мақсаттарыңызға қол жеткізе алмайсыз. Сылтаумен сіз ешқашан денсаулығыңызды реттей алмайсыз.
ешқашан. Ол сізді хуже, жаман қылса қылады, бірақ жақсы қылмайды. Ертең 60-қа 70-ке келген кезіңізде өкінесіз. Мен қалай өмірімді өткіздім? Мен неге сол кезде былай жасамадым екен? Маған қаншама адам түрткі берді ғой, неге мен былай жасамадым деген сізде өкініш пайда болады, бірақ ол кезде кеш болады. Сондықтан бүгін көзіңізді ашыңыздар, достар. Біреуден ешқашан кемшілік іздемеңіздерші. Сіздің өміріңізге біреудің ешқандай қатысы жоқ. Қатысы жоқ. Сіз жеке тұлғасыз. Сіздің өзіңіздің қабілеттеріңіз бар. Сіздің өзіңіздің способностьтарыңыз бар. Сіздің өзіңіздің қандай да бір өмірлік тәжірибелеріңіз бар. Өзіңіздің миыңыз бар. Түсініп отырсыз ғой? Сол нәрседен пайдаланыңызшы. Алла сізге сондай мүмкіндікті, сондай байлықты беріп қойғанда, бірақ біз өзіміз содан пайдаланбаймыз да, біреуден кінә іздеп, біреудің минустарын көруге, олардың минустарын табуға құмармыз да. Это неправильно, достар. Вот бүгін сіздермен осы тақырыпта сөйлескім келген. Енді мен қаншалықты дұрыс айтып жатырмын, оны мен білемін, что мен 100% дұрыс айтып жатырмын, бірақ та сіздер қандай пікірдесіздер? Егер де мені қолдайтындар болса, комментарияға жазыңыздар, не айтасыздар. Сіздердің де пікірлеріңізді мен тыңдағым келеді. Енді негатив міндетті түрде болады. Мен білемін, бұл видеоға обязательно негатив болады. Сен кімсің? Сен сонша ақыллысың ба? Сен өзің жүре берсе, қайтесің біреуді деген сияқты. Иә, дұрыс. Бірақ та мен мысалы сіз қалай болсаңыз ол өзіңізге, маған ештеңе келіп кетер жері жоқ. Бірақ та менің сіздің өміріңіздің өзгертуіне кішкентай болса да көмегім тисе, септігім тисе, менің миссиям осы. Бар болған. Жақсы адам болуыңыз үшін, жамандыққа емес, жақсылыққа мен көмектескенім үшін мен соған қуанамын, и это моя миссия. Мен сол үшін әрекеттеймін. Өзіңіз білесіз ары қарай. Менің міндетім айту, жеткізу, түсіндіру, білгеніңді айт дейді. Білмегеніңмен ешкіммен тартыспа дейді. Сондықтан мен білгенімді ғана айтамын, білмегенімді ешқандай айтып жатқан жоқпын. Егер де дұрыс болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Егер дұрыс болмайтын болса, дизлайктарыңыз бассаңыздар да болады. Ал ол сіздердің қалауларыңыз. Келесі кездескенше сау болайық, достар. Сіздермен Шерзат Абдуллаев болды.